Ғылым деп уды жегізді, тәнсіз зат жоқ дегізді. Дәлелсіз пәнмен перделіп, тапқызбай қойды негізді. Шатасудың басы. Бірден айтайық, бұл маркетингті мақсат еткен бизнес жоба емес. Бұл кітаптан ғашығынды былай қаратуға болады, сезім оты шарпыса былай сөз сал, немесе махаббатым баянды болсын десен, былай істе дегендей мотивациялық кеңес те бермейміз. Тіпті психологиялық кеңестің өзі отбасы институтына мән дарыта алмайды. Әйтпесе отбасы, неке, махаббат проблемасын шешу үшін әлемді айтпағанда Ресейдің өзінде жылына 100 деген кітап шығады. Бірақ отбасы институтының күйреуі жойқын қарқынмен жүріп жатыр. Мұндай қауіпті құбылысты құрғақ моральмен тоқтатам деу керісінше нигилистік көзқарасты күшейтеді. Махаббаттың иләхи сипатын хикмет кеудеңізбен меңгере алғанда ғана осы бір қауіптің алдын тоса аласыз. Әдетте қазақтың тектілігі, дәстүрі, ибасымен мақтанғанда алдыға жан салмаймыз. Қытайлар қазақтың ұрығын алуға тырысады екен. Ғалымдар тексерсе, ең таза қан қазақтікі болып шығыпты. Қазақтар өзінің кім екенін білсе, әлемді жаулар еді, деген сияқты асқақ пікірлер көңілге желік бітіреді. Қазақстан асқан ұлт жоқтай көрінеді. Арын да қазақ, жалын да қазақ. Қазақ болып тумағанда не етерем? Бақыт таппай бұл өмірден өтерем. Ғашық пен қазақ ұлына жүрегінің тазалығына деген әндер көп таксидің магнитофонында ойнап тұрады. Бір жағынан отар болып, кеудесі басылған ұлттың рухын көтеру үшін осындай ұраншыл өлеңдер керек те шығар. Бірақ экзистенцияның ой сүзгісінен өтпеген мұндай ұраншыл желіктің ұлт үшін қауіпті тұсы халық өзіне диагноз қоя алмайтын кеселге шалдығады. Өз дертін көре алмайтын рухани көр соқырға айналады. Соның кесірінен бір ұлыс жаппай деградацияға ұшырайды. Қоғамның рухани дертін анықтап отыратын экзистенциалист ғалымдар болмаса, аборт, суицид, ажырасу, баланы қоқысқа тастау, коррупция, қылмыс, діни фанатизм сияқты қауіпті тенденциялардың асқынған. Міне, қараңыз. Қазір Қазақстан ажырасудан әлемдік ондыққа кіреді. Статистика бойынша 2016 жылы 140 мың жұп үйленіп, 51 мың шаңырақ құлады. 2015 жылы 148 мың жұп үйленіп, 53 мыңы некесін сот залында аяқтады. Бір күнде орташа есеппен 400 отбасы ажырасып отырған. Отау құрған жастардың 30% некесі баянды болмайды. Яғни 3 жұптың біреуі ажырасып отырады. Бұл тек ресми мәлімет. ЗАГСке тұрып үлгермей жарты жолда желкесі қиылған азаматтық неке, шариғи некелерді қоссаңыз, бұл көрсеткіш әлі де арта түседі. Енді сұрақ, солардың бәрі неге ажырасып жатыр? Кезінде сезім отына өртеніп үйленген ғашықтар сезімін қалайша тез жоғалтып алды? Неге ит пен мысықтай бір-бірін жек көріп кетеді? Себебін іздесен, сансыз сорапқа түсесің. Қарапайым мысал. Кез келген ортаға жастар неге ажырасып жатыр деп сауал тастасақ, мынадай жауапты естиміз. Жалақысы аз болса, жұмыс жоқ болса, қайтып шаңырақ шайқалмайды. Басында күркесі, астында көрпесі болса, ажырасып не көрініпті? Надан еркектер қатынын сабайды. Әйел байғұс амалсыз төркін жағалайды. Бәріне кінәлі арақ. Ішімдік пен есірткінің жолын жапса,
ажырасу сап тыйылар еді. Еркек үйден 40 қадам аттаса бойдақ деген, басқа әйелге қырындап ұсталып қалады. Сосын отбасы бөлшектенеді. Жастардың мінезі жараспады. Көбінің жауабы осы сипатта келеді. Психологтан сұрасан, қазақта секс мәдениеті жоқ. Жастарға секс жайлы айтпаймыз. Әсіресе әйелдер қанағат алмайды. Енді бірде ерінің көңілін таппайды. Фригид әйелдер төсекте мұздай бөрене құсап жата береді. Төсегі суыған еркек ішеді. Сөйтіп жүргенде әйелі басқаға көз жүгіртеді. Сол үшін жастардың сексуалды сауатын ашу керек, деп проблеманы оргазмнан таратады. Ажырасудың себебін қызғаныш, өтірік өсек, әйелдің бедеулігі, туыс туғаннан іздейтіндер де бар. Жақында елімізге белгілі бір психолог ажырасудың себебін таптым деп жар салды. Ажырасуға кінәлі ене. Ата ене екі жастың арасына көп түседі. Әр ісіне араласады. Баяғы заман емес, ене мен келін бөлек тұруы керек, дегенді айтты. Асабалар да тойда малдың жауы кене, келіннің жауы ене деп әзілдеген боп жатады. Ажырасудың себебін бұлай іздей беру Қожанасырдың мына хикаясын еске салады. Бірде Қожанасырдың қорасына ұры түсіпті. Көрші қолан жиналып, «Қожеке, қораны дұрыстап қымтау керек қой, ашық-шашық қораға ұрының көзі түспегенде кімнің көзі түседі?» «Қожеке, бір ит асырайтын уақыт болды ғой, ұры да ақымақ емес, иті жоқ үйді аңдиды». «Қожеке-ау, бар кінә өзіңнен, о баста қақпанды биік етіп салуын керек еді. Есікке қымбат құлып салмағансың ғой», деп Қожекенді кінәлай жөнеліпті. Қожанасыр ашуланып кетіп, «Сонда немене, ұрының түк кінәсі жоқ па?» деп күйінген екен. Бір қарағанда себептің ешбірін терістей алмайсың. Қайсы да шындыққа жанасады. Ажырасу дауына араласқанда осы себептің бәрімен бетпе-бет келесің. Әр себепке бір-бір дауа ойлап табамын деп жүріп, тығырыққа тірелесің. Ал проблеманың себебіне емес, негізіне үңілсең, тұмсығын жалғыз факторға тіреледі. Ол адамның хикмет кеудесінің құндылық пен мән атаулыдан жұрдай болуы. Адамның осындай аянышты ахуалы логотерапия ғылымында экзистенция вакуумы деген терминмен бекітілген.